Септік жалғауларын оңай әрі тез жаттау. Бүгін біз 7 септікті есте сақтаудың ең оңай жолын үйренеміз. Әр септік атауының өзінде жасырын көмек бар. Атау септік кім? Не? Зат пен құбылыстың атауы, үй, адам, су. Ілік септік кімнің? Ненің? Ілгіш сөзін еске сақтаймыз. Кімнің ілгіші? Үйдің ілгіші. Бар септік қайда? Кімге? Неге? Бару сөзін негізге аламыз. Қайда бара жатыр? Үйге бара жатыр. Табыс септік нені? Кімді? Табу, тауып алу сөздерін еске сақтаймыз. Нені тапты? Үйді тапты. Жатыс септік қайда? Неде? Кімде? Жату сөзін негізге аламыз. Қайда жатыр? Үйде жатыр. Шығыс септік қайдан? Неден? Кімнен? Шығу сөзі көмекке келеді. Қайдан шықты? Үйден шықты. Көмектес септік кіммен? Немен? Көмектесу сөзін есімізде ұстаймыз. Немен көмектесті? Үймен көмектесті. Осылай әр септік өз түбірімен есте қалады. Қайта-қайта жазып емес, мағынаны сезініп жаттаңыз.